Біргеміз білім жалпыұлттық жобасының бір бағыты ауыл мектептерінде оқитын оқушыларды ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау. Түркістан облысында осы бағыт бойынша ұйымдастырылған ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық курсы сәуір айының 20-сы мен маусым айының 14 аралығында өтті. Алдымен өңірлердегі соңғы жылдардың ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіштері сараланып, Сайрам, Созақ, Мақтаарал, Келес аудандарынан әлеуметтік осал топ өкілдеріне жататын жалпы саны 200 оқушы іріктеліп алынды. Оның ішінде көпбалалы отбасылардан 107, асыраушысынан айырылған 46, мүмкіндігі шектеулі 7 және аз қамтылған отбасылардан 40 оқушы қатысты. Оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуге кешенді түрде дайындалды, яғни әр оқушы 5 пән бойынша курстық даярлықтан өтті. Оқу бағдарламасына сәйкес мына пәндер бойынша видео сабақтар әзірленіп, Google Classroom платформасы жүктелді. Міндетті пәндер: оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, Қазақстан тарихы, бейіндік пәндер: математика, физика, химия, биология, дүние жүзі тарихы, адам, қоғам, құқық, ағылшын тілі, қазақ тілі, қазақ әдебиеті. Аталмыш курсқа арнайы дайындықтан өткен 25 волонтер жұмылдырылды. Олар оқушылар тарапынан туындаған барлық сұрақтарға жауап беріп, үнемі кері байланыс орнатып отырды. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі онлайн кездесулер ұйымдастырылды. Олар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығының директоры Дидар Смағұловпен кездесу, BTS Education компаниясының директоры Саясат Нұрбекпен кездесу, 2018-2019 жылдардың түлектері Шияра Құдайберген және Қасымжан Жұбаймен кездесу. Бұл кездесулер оқушыларды қанаттандырып, көкейлерінде жүрген сан сауалға жауап табуға көмектесіп, жетістікке жетуге деген ынтасын арттыра түсті. Соның нәтижесінде курсқа қатысқан оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары нәтижеге қол жеткізді. Курсқа қатысқан 200 оқушыдан 100 оқушы мемлекеттік білім беру грантының иегері атанды. Келес ауданы 24, Мақтаарал ауданы 33, Сайрам ауданы 19, Созақ ауданы 24, барлығы 100. Түркістан облысы бойынша бұл жобаны Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамның мемлекеттік грант аясында Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясы мекемесі жүзеге асыруда.